Темір жолдағы түн. Жаңа детектив әңгіме. Жолаушы жоқ, ізде жоқ. 2025 жылдың қыркүйек айының соңғы күндері. Түнгі пойыз Жетісай мен Шымкент арасын жалғап, жолаушыларды жайлап тербетіп бара жатты. Вагон ішіндегі жарық сәл күңгірт, адамдардың көбі ұйықтап кеткен. Сағат түнгі 12-ге таяған еді. Кондуктор Төлеу 65 жастағы, зейнетке шыққан бұрынғы ішкі істер қызметкері. 5 жыл бойы темір жолда жұмыс істейді. Әдеттегі түнгі тексеріс кезінде ол әр купенің есігін жайлап ашып, билеттерді қарап жүрді. Бір купеде 2 кісі, екіншісінде бала шаға, үшіншісінде жалғыз отырған әйел. Ал 4-ші купеде мүлде ешкім жоқ. Төлеу таң қалды. Себебі бұл купеде оның өз немересі 17 жастағы Бекзат отыруы тиіс болатын. Бір күн бұрын Төлеу оның билет алып қойғанын өзі көрген. Жас өспірім жігіт Сарыағаштан Шымкентке оқуына қайта бара жатқан. Қайда кетті? Деді ол іштей. Жолсерік дәптерін қарап нөмірді қайта тексерді. Дұрыс, Бекзаттың есімі бар. Ал купеде, сөмкеде, телефонда, тіпті күртешеде қалмаған. Төлеу жедел пойыз бастығына хабарласып, бір жолаушы із-түссіз жоқ деген белгі қойғызды. Бірақ пойыз тоқтамайтын, даламен өтіп бара жатқан қиыр аймақта еді. Радио байланыс әлсіз. Орындықтар мен дәретханаларды, техникалық бөлмені бәрін тексерді. Ешқандай із жоқ. Жолаушы бір сәтте жоқ болғандай. Мүмкін басқа вагонға өткен шығар, деді әріптесі. Бірақ Төлеу бұрын тергеуші болған түйсігіне сенді, бұл жай адасу емес. Бұл жерде бір оғаш нәрсе бар. Жүрегі шымырлап, қайтадан купені тексерді. Төбеде шағын сызат бар екен. Шкафтың үстін шапалақтап, шаңын сүртті. Сол кезде кішкентай қағаз қаптың шеті шығып қалды. Ақырын алып қараса, ішінен ұсақ темір бөлшек және бір жыртылған құлақ қап шықты. Бұл Бекзаттың құлақ қабы. Өзіне әпергенмін, бір шетінде сызат бар еді, деді Төлеу өз-өзіне. Жан дүниесі алай-дүлей болып, жүрегі дүрсілдеп соқты. Қатардағы бір жолаушы болса, мұндай қобалжымас еді. Бірақ бұл өз немересі. Ол орындыққа отырып, терең тыныстады. Бір ғана шешім бар. Бұл оқиғаны ешкімге сенбей, өзі тексеруі тиіс. Себебі пойыздағылардың кейбірі күдік тудыруы мүмкін. Ал басшылыққа айтса, бәрін жауып, бала өзі түсіп қалған деген қорытынды шығара салады. Ал Төлеу өмір бойы әділет іздеген адам. Бұл жолы да соңына дейін барады. Күдік күшейген кез. Төлеу қайтып вагонды бір шетінен екінші шетіне дейін аралап шықты. Әр купеге кіріп, адам түрін барлап жүр. Қайсысы бейкүнә, қайсысы артық қимыл жасайды. Бұрынғы тергеуші үшін бұл жылдам есеп, бірақ қателеспеуі қажет. 8-ші купеде отыр екен, 2 әйел, 1 ер адам. Қасындағы жас қыз телефон шұқылап отыр. Ер адам болса, ұйықтап жатқан кейіп танытып, көрпесін бетінен асыра жауып алған. Төлеу іштей, бұл жігіт мені байқамауға тырысып жатыр деп түйді. Ол ұйықтаған кейіптегі жігітке жай ғана «Жолың қайда, бауырым?» деп сұрады. Жігіт басын жай көтеріп «Шымкентке» деді қысқа ғана. «Қай жерде міндің?» «Түркістаннан» деп көзін тайдырып жауап берді. Төлеу орнынан сәл тұрып дәптерін қарап шықты. Бұл купеге Түркістаннан мінген тек бір әйел адам ғана тіркелген. Жарайды, рахмет деп купеден шықты да, вагон соңындағы қызметтік орынға барып, камера жазбасын сұрады. Жолаушы мінгенде сыртқы есікпен дәлізде орнатылған камералар бәрін жазып тұрған. Бірақ бір мәселе бар, жүйе тек соңғы 12 сағатты ғана сақтайды. Ол Түркістан станциясындағы видеоны шұқып қарап шықты. Вагонға бір әйел мінген, сосын бір ер адам, иә, міне, бейне жас жігіт, үстінде сұр күртеше, қасына қара рюкзак асынған. Бірақ билетте ол тіркелмеген. Яғни, билетсіз мінген немесе біреудің билетімен. Бұл жігітті ұстау керек, деді Төлеу күбірлеп. Бірақ оған дәлел керек. Қазір ұстап, сен түс десе, бүкіл пойыз шулап кетуі мүмкін. Оның үстіне Төлеу тек кондуктор, ресми тергеуші емес. Бірден әрекет жасай алмайды. Сол сәтте пойыз бір шағын бекетке тоқтады. Есік ашылғанда тағы 2 жолаушы түсті, бір әйел мінді.
Ал әлгі жігіт ұйықтап жатқандай түр танытты. Төлеу қызметтік блокқа барып, планшеттен купе ішіндегі сенсорлық жазбаны қарап отырды. Әр вагонда қозғалысты бақылайтын арнайы жүйе бар. Ол тек биылдан бастап енгізілген. Міне, деді ол. Сағат 11-ден 37 минут кеткенде, 4-ші купеде қысқа қозғалыс тіркелген. Сосын сол купеден дәлізге қарай қозғалыс болды. 1 минут өткенде қозғалыс мүлдем тоқтаған. Бекзат содан кейін ешбір купеде тіркелмеген. Демек, біреу оны сыртқа шығарып, басқа купеге апаруы мүмкін. Немесе, пойыз жүріп келе жатқанда сыртқа итеріп жіберді ме? Бұл ой Төлеудің көңілін астан кестең етті. Көз алдына немересі елестеп, жүрегі ауырып кетті. Бірақ әрекет ету керек. Әлі үміт бар. Ол кезекші жолсерікті шақырып, мен бір күдіктіні байқап отырмын. Үнсіз жүр, жанында рюкзак бар. Түркістаннан мінген. Ресми билет жоқ. Мен оны тексерем, сен маған купе ішіндегі видео жазбаны бер. Ішкі істердемін деп айтпай-ақ қой. Болды, іске кірісем. Төлеу баяу ғана күдікті купеге беттеді. Қолына қызметтік планшетті алды. Жүрек дүрсілдеп соғып тұр. Бұл, шындыққа жақындай түскен алғашқы сәт еді. Түндегі тергеу. Купеге кіргенде жігіт әлі ұйықтап жатқан түр танытты. Бірақ Төлеу үстелдің астындағы рюкзакқа көз тастап еді, жүрегі дір ете қалды. Бұл, Бекзаттың сөмкесі. Жасыл түсті, жыртық түсі бар, қаптамасында біз іздеп өз қолымен жазып қойғанын Төлеу жақсы білетін. Ағай, бірдеңе керек пе? Деді жігіт кенет көзін аша бере. Иә, бауырым. Құжатыңды көрсетші. Неге? Қауіпсіздік үшін. Қазір пойызда тексеру жүріп жатыр. Ішкі істермен бірге жұмыс істейміз. Жігіт бір сәтке абыржып қалды. Қалтасын ақтарып, бір куәлікті көрсетті. Аты жөні Әлібек Серікұлы. Төлеу оны планшетке енгізіп, жолаушылар тізімінен іздеді. Ондай адам тіркелмеген. Билетті телефонмен алған шығарсың. Хабарламаны көрсет. Телефон өшіп қалды, деді жігіт кібіртіктеп. Түркістаннан мінгенде кассадан алғамын. Қағазын жоғалтып алдым. Төлеу жай ғана басын изеді. Бірақ күдігі күшейіп, ішінде от жанып тұр. Ана сөмке сенікі ме? Деп сұрады саспай. Иә. Ашып көрсетші. Жігіт біраз үндемей қалды. Сосын. Ағай, бұл не дегеніңіз? Мен неге ашуым керек? Себебі бұл сөмке менің немеремдікі. Ол осы пойызда болуға тиіс еді. Ал қазір із-түссіз жоқ. Көзқарастар түйісті. Жігіт көзін тайдырып, орындықта шегініп отырды. Мен оны білмеймін, деді күбірлеп. Төлеу енді еркін сөйлеп, бұрынғы тергеушілік дағдысын көрсетті. Қазір саған таңдау берем. Немесе осы жерде өзің айтып бересің не болғанын, немесе келесі бекетке жеткенде, полиция мен емес, сені күтіп алады. Жігіт үндемеді. Сол сәтте кенеттен пойыз шайқалып, вагон іші дірілдеп кетті. Сырттан айқай-шу естілді. Біреу. Тежегішті біреу басып жіберген. Деп айғайлады. Төлеу дереу сыртқа жүгіріп шықты. Вагондар арасында сап-сары жарық жанып тұр. Қызметкерлер жүгіріп жүр. Қолына рациясын алды. Қол тежегішті кім іске қосты? 8-ші вагоннан, деді дауыс. Бұл, дәл Төлеу тұрған вагон. Ол жалт бұрылып купеге қайта жүгіріп еді, жігіт жоқ, терезе ашық. Сөмке де жоқ. Қашты. Деді ол зілмен. Пойыз тоқтап тұрған, дала қараңғы. Енді бәрін түн ішінде іздеу керек. Бірақ бір сұрақ іші бауырын шымырлатты. Бекзат қайда? Егер ол сөмке осында болса, Бекзат тірі ме әлде? Түнгі дала, қос жұмбақ. Пойыз шиқылдап тоқтаған. Күзгі түн. Дала тыныш. Әр жерде шамдар ғана сығырайып жанып тұр. Вагон ішіндегілер абыржып есіктерінен сығалап қарауда. Төлеу қол шамын алып шетке беттеді. Вагондар арасындағы темір жолдың екі жағы қараңғы, бидай басы теңселген ашық дала. Із бар ма деп қарады. Шаңда бір аяқ іздері көрінді, оңға бұрылған, пойыздың арт жағына қарай кетіпті. Жігіт шынымен қашқан. Ішінде бірдеңе бар. Бұл жай билетсіз мінген жолаушы емес, деді Төлеу іштей. Ол ізімен жүріп отырды.
Шам жарығымен іздерді аңдып, бір шақырымдай ұзап кетті. Вагон шамдары артта қалып қойған. Айнала тыныш. Кенет алыста бір қалтафон жарығы жылт ете қалды. Біреу төбешік түбінде отыр екен. Төлеу жарықты өшіріп, жайлап жақындады. Басына фуражкасын баса киіп, даусын қатайтты. Тоқта. Қозғалма. Бейтаныс адам селк етті. Бірақ орнынан тұрып, қашуға тырыспады. Төлеу жақындаған кезде ғана байқады, бұл жаңағы жігіт емес. Орта жастағы ересек адам, үстінде күзет формасына ұқсас күртеше, қолында рация. Жүзінде қорқыныш емес, бейжайлық бар. Сен кімсің? Деді Төлеу. Мен осы учаскенің кезекші темір жолшысы болам. Шлагбаум маңында тұрғам. Сіздер тоқтағанда келдім, деді әлгі адам сабырмен. Ендеше неге пойызға келмедің? Келем дегенмін. Бірақ бір қызық жағдай болды. Айт. Тоқтардан бірер минут бұрын бір жас жігіт шлагбаум маңынан жүгіріп өтті. Рюкзак асынып алған. Сосын даланың ішіне кіріп кетті. Қараңғыда жақсы көрмедім. Қай бағытқа? Міне мына таяз сайға. Арғы беті бір ескі құрылыс базасы. Көне ғимараттар қалған. Төлеу іркілместен солай беттеді. Құрылыс базасы дегені бұрынғы темір жол қоймасы болуы мүмкін. Ондай жерде тығылуға, біреуді жасыруға мүмкіндік бар. Қарауыл ізімен жүріп отырып, ескі қабырғалары жарылған ғимаратқа жетті. Шамын жаққанда іші қаңырап тұрған қойма көрінді. Терезелер сынса да, ішке жел кірмейтін, тұншығып тұрған ауа бар. Еденде тағы сол аяқ іздері. Ішке енгені сол еді, бір дыбыс естілді. Төлеу тоқтап тыңдады. Қабырға түбінен әлсіз дыбыс, сықыр еткен бір заттың үні шықты. Ол баяу жақындап, шамын төңкеріп жіберді. Бекзат. Қол аяғы байланған, аузы скотчпен жабылған. Көздері жасаурап тұр. Тірі. Төлеудің жүрегі жарыла жаздады. Жаным, амансың ба? Деді дауысы дірілдеп. Бекзат басын изеді. Жылай бастаған. Төлеу лентаны кесіп, қолын босатты. Немересі құшағына жармасып, үнсіз еңіреді. Кім істеді мұны? Ата. Ол жігіт емес, ол біреудің тапсырмасын орындап жатыр. Кім? Бекзат көзін сүртіп, әлсіз үнмен. Ол жігіт тек жүргізуші. Артында басқа біреу бар. Мен бір әңгіме естіп қойып едім. Пойыздағы жүк бөлімінде заңсыз тасымал бар. Соған куә болып қалдым. Төлеудің көзі шарасынан шықты. Бекзат кездейсоқ куә болған, сол үшін оны жолдан аластатпақ болған. Бұл іс жай жоғалу емес. Бұл ұйымдасқан қылмыс. Бетперде. Бекзаттың денесі қалшылдап тұрды. Суықтан емес, үрейден. Төлеу оны сырт киіммен орап, жолға алып шықты. Екеуі жол бойы үндемеді. Жанарларында ұқсас бір нәрсе, әділдікке деген шөл, шындықты жарыққа шығаруға деген қайсарлық. Пойызға жеткенде таңға жуық уақыт болатын. Жолаушылардың көбі қайта ұйқыға кеткен, тек бірен-саран қызметкерлер ғана қозғалыста. Төлеу Бекзатты ішкі бөлімге отырғызып, рациямен бас машинистке шықты. Қайдасыңдар? 10-шы вагондамын. Жаңа ғана тежегіш жүйесін тексеріп біттік, деді машинист. Маған жолсеріктердің бәрін сол вагонға жина. Маңызды мәлімдеме жасаймын. 1 сағаттан соң, қызметтік вагон ішінде Төлеу бәріне қарап тұрды. Көзін бір-бірлеп шолып шықты. Ешкім шетте қалмай түгел жиналған. Құрметті әріптестер, деді ол ауыр үнмен. Осы пойызда менің немерем жоғалған еді. Біз оны таптық. Бірақ бұл жай жоғалу емес. Бұл қылмыстың артындағы іс. Жүк вагонында заңсыз тауарлар бар екенін менің немерем байқап қойған. Сол үшін оны ұрлап, өлім аузында қалдырған. Зал тып-тыныш. Тек бір адам ғана, бас жолсерік, орынсыз қозғалып қойды. Ербол, деді Төлеу бірден. Саған бірнеше сұрақ бар. Не болды маған? Деді ол өз-өзін жинаған күйде. Сенің тікелей міндетің жолаушылар мен жүк бөлімін қадағалау. Бірақ сен бейнекамераны 3 сағат бұрын өшіргенсің. Неге? Жоқ, мен ол техникалық ақау еді. Жалған. Деді Төлеу. Бекзаттың айтуынша, сені бір жас жігітпен бірге көрген. Сен оған купе есігін өзің аштың. Оған билетсіз мінуге көмектестің. Бұл қылмыстық келісім.
Ербол терлеп кетті. Сен ол жүкті өткізіп тұру үшін бұл пойызда қалдың. Саған сырттан төлем берілді. Бірақ сен бір нәрсені ескермедің, мен әлі тірімін. Менің немеремді ұстау, өзіңді өлімге байлау. Ербол үнсіз отырып қалды. Осы кезде Төлеу рациясын қосып: темір жол қауіпсіздік қызметі, тыңдап отырсыздар ма? Күдікті анықталды. 10-шы вагон, бас жолсерік Ербол Талғатұлы, қолға түсіруге дайынбыз. Бекетке жеткенде полиция дайын тұрды. Ербол еш қарсылықсыз ұсталды. Оның телефонынан жүк вагонына қатысты хаттар, заңсыз төлемдер, жігітпен жазысқан хабарламалар шықты. Төлеу вагон дәлізінде үнсіз тұрды. Бекзат оның қасына келіп, иығына басын қойды. Ата. Иә, балам. Мен қорықтым. Бірақ сіз келдіңіз. Сендім. Сенім ер адамның жүрек тұсында тұратын ең мықты қорған, деді Төлеу, ал әділдік әрқашан кешіксе де келмей қалмайды. Пойыз баяу қайта қозғалды. Таң атып келе жатқан. Терезеден күннің алғашқы шапағы көрінді. Бұл түн олар үшін қара түнек емес, жаңа бастаманың таңы еді. Аяғы